Сәлем балақай, менің арнама қош келдің. Бүгінгі видеомызда заттарды жекеше және көпше түрде айтып үйренеміз. Балақай, егерде бір ғана зат болса, біз оны жекеше айтамыз. Ал бірден көп болса, 2, 3, тіпті одан да көп зат болса, біз ол затты көпше түрге ауыстырады екенбіз. Мысалы, бір ғана қалам болса, біз оны қалам. Ал 2, 3 немесе одан да көп қаламдар болса, біз оны қаламдар деп айтамыз. Ендеше балақай, заттардың жекеше және көпше түрлерін айтып үйренейік. Олай болса, менен кейін даусыңды шығарып қайтала. Кітап, кітаптар. Сақина, сақиналар. Қалам, қаламдар. Балға, балғалар. Қасық, қасықтар. Күлше, күлшелер. Кәмпит, кәмпиттер. Көлік, көліктер. Балақай, қанес бірге санайықшы, бұл жерде қанша көлік бар екен? 1, 2, 3. Яғни бұл жерде 3 көлік бар екен. Сондықтан көліктер деп айтамыз. Келесі сағат. Сағаттар. Ұшақ. Ұшақтар. Қолшатыр. Қолшатырлар. Шар. Шарлар. Балалар, қанеке даусымызды шығарып қайталаймыз. Доп. Доптар. Жіп. Жіптер. Жарайсыңдар балалар. Жейде. Жейделер. Көйлек. Көйлектер. Сөмке. Балақай, бұл жерде бір ғана сөмке бар. Сондықтан сөмкелер деп айта алмаймыз. Сөмке дейміз. Сөмкелер. Себебі бұл жерде 2 сөмке тұр. Сондықтан сөмкелер деп айтады екенбіз. Аяқ киім. Аяқ киімдер. Бас киім. Бас киімдер. Есік. Есіктер. Түйреуіш. Түйреуіштер. Қылыш. Қылыштар. Балалар, қылышты батырларымыз ұстайды, солай емес пе? Сурет. Суреттер. Балалар, мына суреттерде не бейнеленген? Табиғат бейнеленген. Келесі балық. Балықтар. Балапан. Балапандар. Тышқан. Тышқандар. Балалар, тышқандар
кішкентай болады. Құс. Құстар. Гүл. Гүлдер. Ағаш. Ағаштар. Көбелек. Көбелектер. Ит. Иттер. Балақай, қане, мұнда қанша ит бар екен? Санаймыз. 1, 2, 3. Яғни бұл жерде 3 ит бар екен. Келесі мысық. Мысықтар. Жарайсыңдар балалар. Заттарды көпше және жекеше айтуды үйренді деген ойдамын. Егер дұрыс түсінбеген болсаңдар, видеоны қайталап көріп, тілдеріңді жаттықтырып алыңдар. Ендеше балалар, келесі кездескенше арнаға тіркеліп, видеоны достарыңмен бөлісуді ұмытпа.